Қайырлы күн, құрметті Даму подкаст көрермендері. Ұлттық өнім шеңберіндегі тауар өндірушілермен кездесуді жалғастырамыз. Бүгінгі кездесуде бізде Маңғыстау өңірінің тауар өндіруші, анимациялық қуыршақ өндіруші Айгүл ханым және Айман ханым, қош келдіңіздер. Өздеріңізге бірінші сұрақ, осы ұлттық өнім көрмесінен сіздер қандай әсер алдыңыздар? Сіздерге бұл ұлттық өнімнің қандай пайдасы бар? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Ұлттық өнім көрмесіне келгеніме өте қуаныштымын. Әсерім өте күшті. Көптеген кәсіпкерлермен таныстым. Қандай өңірде қандай кәсіп дамитынын мен түсіндім. Басқа кәсіпкерлермен, например, бізде көңілді қуыршақтар ғой, қуыршақтар тігеміз. Бізге көбінесе губка керек. Қарап, губкалер қайдан алады, клей, көбіне сұрақ қойып, мотивация қылып, сұрақ жауап алмастық. Бәрі жақсы, бір жақсы осы ұлттық өнім осы көрмесінде жалғыз біз екен, кәсіпкер именно қуыршақ өндіретін жалғыз біз болып келген екенбіз. Енді қуыршақ өндіру, анимациялық қуыршақ, бұл жерде енді көңіл көтеру мақсатында көңілді кештерге арналған бұл қуыршақтар ғой, сіз соны бір айтып жіберсеңіз, сіз осы кәсіпті бастауға сізге не түрткі болды, және де шикізатты қайдан аласыз, сол туралы айтып жіберсеңіздер. Біз 22-ші жылы Айман екеуміз мемлекеттің қолдауымен 1.225.200 теңге грантқа қатысып, екеуміз де ұттық. Айман тігін жағынан, мен аниматор орталығын ашамын деп қатыстық. Бизнес-план жаздық, идеямыз алға тартып, ұтып шықтық. Мен өзім орталығымды аштым. Айман ательесін ашты. Бұл аниматор орталыққа жұмыс жасап кетті, көп заказ түсіп кетті. Бәрі мен заттың барын Алматыдан алдым. Рыскулка деген Алматыда бар екен. Содан алдырдым. Күнде әртүрлі персонаж шығады ғой. Кейіпкер, ертегілер, қасқыр, қошқар дегенде бәрін сұрап кетті да. Бізде уже идея өтті. Қазіргі күнге сай кейіпкерлерді сұрайды ғой. Күнде. Сұраныс қазір қандай шығады, дәл соған. Не істейміз да, өзіміз тігіп көрейік. Бәрін информация іздеп кеттік. Россияға кетіп қалды. Россияда көп екен негізінде. Көздің жауын алатын соларды екен да. Сосын солардан сабақ алдық, мастер-класс алдық, информация жинақтық, жайлап біз ашып кеттік. Яғни нарықты зерттеп, осы қазіргі сұранысқа байланысты анимациялық қуыршақ шығаруға жаңа бет алдыңыз ғой. Бізде Маңғыстау өңірінен де сол бізде аудандардан да Шетпеден, Форттан көп сұраныс болды. Бізге беріңізші, бізге сатыңызшы деген сұрақтар болды. Сұраныс болған соң осы идеяны алға тартып істеп көрейік деп дамуға бардық. Даму қорынан финансирование субсидия алып, алдағы уақытта жаймен жасап жатырмыз. Рахмет, Айгүл ханым. Енді ол қуыршақты өндіру барысындағы Айман ханымнан білейік, бұл енді тігінші ғой. Сол тігін тіккенде қалай болады екен? Сізде бір оның формулары бар ма? Қандай тігін цехінде жасайсыз? Сіз осы туралы айтып жіберсеңіз бізге. Енді мен кезінде бұл мен бастаған жоқпын. Мен кезінде басында киім саласында болып басталды да бізде. Киім тігіп бастадыңыз, иә? Киім тігіп бастадым. Менің өз мамандығым құрастыру, конструктор. Конструктор мамансыз ба? Мамандығымын. Содан енді киімден келе жатып, осы екеуміз, Айгүл екеуміз ақылдасқан соң, енді губкалерді құрастырып көрейік аниматорлармен деп солай шештік. Солай басында қиын болды. Енді бастың шеңберін, былай несін құрастыру өте қиындау болды. Бұл енді өз Айман ханым бір технологиясы бар ма, әлде компьютерлік бағдарлама шеңберіне жасайсыз ба, бұл қалай тегіледі? Басында жаңағы лекалдармен жұмыс жасадық. Лекалдармен қазірде солай. Жаңағы өзің үлгісін бірінші қағазға қиып алып, одан кейін барып түсіріп, құрастыру бола ма, болмай ма, қалай шығады деген сияқты. Солай басталды. Содан арғарта шығып жатырмыз. Қазір уақытта анимациялық кейіпкерлерді сіз қандай сұраса, сұранысқа сай сіз жасап бере аласыз? Қандай сұранысқа болады. Ертегі кейіпкерлер бұл жерде тек үлкен сондай аю, қоян деген сияқты емес, және де мультяжный болады ғой, мультиктердің. Сондай, принцесса, Человек-паук деген сияқты тек костюмдерін. Соларды да тігіп шығарамыз. Өте жақсы. Біз қуаныштымыз, мемлекеттік қолдаудың арқасында өзіміздің Маңғыстау өңірінен осындай сырт елдерден әкелмей іштен өндіріп жатқаныңызға біз өте қуаныштымыз, және мемлекеттің қолдауы арқылы осындай кәсіпорындар дамуы біз үшін өте маңызды. Сондықтан сіздерге осы өнімді алға жалғастыруға біз тілектеспіз. Енді сіздердің, Айгүл ханым, алға қарай қойған жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Біздің идеямыз одан сайын үлкейіп жатыр. Алдағы уақытта цехымыз болса дейміз да, мына жағы полный готовый, мына жақтары енді дайындалып жатқанда. Бұл жерде барлығы қолмен жасайтын болған соң ешқандай техника бізде жоқ. Түгел клейде қолмен жасаймыз, қиғанда, губкінде түзетудің өзі барлығы қолмен да.
сол алдағы уақытта біздің цехымызды үлкейтіп, үлкен ірі қалаларға шығып, пока тек Маңғыстаудың өңіріне саттық. Енді алдағы уақытта сұраныс болып не істеп жатыр, онда бүкіл Қазақстанға да беруге дайынбыз. Айгүл ханым, түсінікті. Негізгі өздеріңіз білесіздер, даму қорынан мемлекеттік қолдаудың басты бағыты өнім өндірушілерге біз басты бағыт бергенбіз. Сондықтан алға қарай сіз осы өзіңіздің анимациялық қуыршақ шығару бағытында құрал жабдықтар алатын болсаңыз, немесе цех ашқыларыңыз келсе, мемлекеттік шеңбердің бағдарламаның шеңберінде сіз қолдау алуға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан осы подкастқа келіп бізге өзіңіздің тәжірибеңізден бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Келесі жылда біз сізді ұлттық өнімнен көргіміз келеді. Сондықтан жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті даму подкастының көрермендері. Ұлттық өнім шеңберінде өтіп жатқан подкастқа қош келдіңіздер. Нұрал мырза, қош келдіңіз. Ұлттық өнім көрмесінен алған әсеріңізді айтып өтсеңіз. Ұлттық өнімнен көп әсер алдық. Себебі бұл жерде Қазақстан өндірушілері болды, көптеген қызықты проекттер болды. Көптеген компаниялармен таныстық, өзімізге керек материалдарды таптық. Маңғыстау өңірінде матрас өндірушінің бірден-бір кәсіпкері сіз болып саналасыз. Өзіңіз осы матрас өндіруге қалай келдіңіз? Бизнесіңіздің басында қиындықтар болды ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Бізде Хаба матрас 2008 жылы жеке кәсіпкер Жұмаханұлы Лес деген кісінің арқасында құрылған. Ол кісі ең алғашында жиһаз өндірумен айналысқан. Одан кейін халықтың сұранысы бойынша матрас бастаған. Бізде қазір осы жеке көрмеде ұлттық өнім жасап жатырған компанияда бізде басқа да партнерларды көрдік. Солармен танысып, солармен опыт алмасып, және де кеше бір компания, Қазақстанның тоже ұлттық өндірушісі, солармен танысып, кеше келісім шарт жасаймыз деп ойлағанбыз. Рахмет, өте жақсы. Нұрал мырза, өте сіздің ұлттық өнімнің негізгі осы өздеріңізге кәсіпкерлерге беретін пайдасы осы деп біздер білеміз. Егер сіз осы жерде өзіңізге келісім шарттарға отырып алға қарай дамуыңызға мүмкіндік беретін болса, бұл ұлттық өнім көрмесінің жұмысының толық атқарған көрсеткіші болып саналады. Енді алға қарай сіздің қандай жоспарларыңыз бар осы кәсіпорынды көркейтуге, одан да масштабқа, үлкен масштабқа шығуға жоспарларыңыз бар ма? Болашақта жалпы жоспарларымыз бар. Кәсіпті дамытып, үлкейтіп, халықтың сұранысы бойынша жаңа форматтағы матрастар шығаруға, көптеген қала бойынша точкалар ашуға сондай жоспарымыз бар. Маңғыстау облысында жұмыспен қамту, көптеген адамды сондай жоспарларымыз бар болашақта. Мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсіпорындар өзінің жұмыс орнын құрып, жеке адамдарды жұмысқа қабылдап, және алға қарай өзінің өсуіне біз мемлекеттен берген мүмкіндікті пайдаланып жатқанына біздер қуаныштымыз. Сіздің жұмысыңызға алға қарай сәттілік тілейміз. Ұлттық өнімде келесі жылы кездескенше сізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Құрметті даму подкаст көрермендері, қайырлы күн. Ұлттық өнім шеңберінде подкастты жалғастырудамыз. Бүгінгі Маңғыстау өңірінің өндірушісі Армин мырза, қош келдіңіз. Сіздің өніміңізді біз жаңа көрмеден жақсы таныстық, көрдік. Химиялық тазалағыш заттар шығару өндірісі бұл Маңғыстау өңіріне өте керек өнімдердің бірі. Сондықтан Армин мырза, қош келдіңіз дейміз қайтадан. Енді сіздің осы өніміңізді шығаруға не түрткі болды, және өнімнің сіз қайдан аласыз, қалай шығарасыз, сол туралы айтып өтсеңіз таныстырып. Ең бірінші біздер 2000 жылдан бастап Иран мен Қазақстан арасында қатынастар, тауар айналым болды біздерде. Иранға шығарамыз, Ираннан келтіреміз ішке өнімдер. Сосын ойланып жүрдік біздер. Сосын 2015-тен бастап Қазақстанға өзіміздің лучший тауар өндіреміз деп, ыдыс-аяқ жуатын ферри, таза. Соны өндіріп шығарып бастадық. Отандық өнім болып өзіміз үшін. Қазіргі таңда уже Маңғыстауда 2020 жылы Ақтау қаласынан завод аштық. 2024 жылы қазір Алматы қаласында екінші заводымызды аштық уже. Бұйырса енді үлкен тағы бір проекттеріміз бар алдымызда. Житкемела, қол жууға арналған кір жуудыкі жақын арада балымдық келісім шартына отырып жатырмыз заводтарда. Просто қазір таңда кішкентай база болған соң
үлкейту мақсатында өзіміз салынып жатыр да базымыз. Сол барып біткеннен кейін общий барлық шығып бастайды өнімдеріміз. Қазіргі таңда бізде 5 түрлі өнім бар. Одан кейін алдымызда болашақта өнімдер көп. Қараңыз, енді бүгін сіз ұлттық өнім көрмесіндесіз. Ал менің қазір байқағаным, сіз шетелге барып, сондай көрмелерге барып, енді сол көрменің нәтижесінде сіз өзіңізге қазір өнім өндіруге шешім қабылдап тұрсыз ғой, жаңа өзіңіз айтқандай. Ол өте орынды, себебі өңірлерде өндірісті дамыту, кәсіпкерлікті дамыту қорының басты мақсаты және кәсіпкерлерге жеткені біз үшін өте қуаныштымыз. Енді келесі сұрақ, сізде осы ұлттық өнім көрмесінде бір кәсіпкерлермен кездесіп отырсыз ғой, жаңа сізбен қатар басқа да өнім өндірушілер бар, сол жерде бір келісімшартқа я болмаса келісімдерге отыру мүмкіндік болды ма бұл жерде? Алдыңғы Алматыда болғанда 2-3 мекемемен договорға отырдық біздер. Мұнай мекеме бар. Сосын андай Баниса, Вайни частарға отырдық. Қазіргі таңда кеше Арал қаласында тоже бір ИП-мен келісім шартқа отырып отырмыз. Химия жайлы. Өте жақсы. Яғни ұлттық өнімнің берген мүмкіндігін сіз толықтай пайдаланып отырсыз деген сөз. Өте жақсы. Енді сіз қазір өзіңіздің әкелген өніміңізді түгел сатып үлгердіңіз бе? Бүгін енді ұлттық өнім көрмесінің көрермендер 3-ші күні 2 күн бойы біздерде сатылым болды. Сіз қалай қазіргі уақытта сіз толық өнімдерін саттыңыз ба? Сұраныс бар ма екен сізде? 503 түгі әкелдік тауардан. Уже 13 түгі қалды. Өте керемет. Бітті уже. Яғни болмай тұрып бітіп отыр уже. Өте жақсы. Егер ол көрсеткіш сіздің өніміңізге деген сұраныстың жоғары екенін белгілі, сондықтан алға қарай сізге осы енді келесі сұрақ, Армин мырза, осы ұлттық өнімге келдіңіз, одан да басқа тәжірибе алмасып жатсыңыз. Алға қарай өзіңізге осы кәсіпорынды одан әлі үлкен масштабын үлкейтуге жоспарыңыз бар ма? Қандай жоспарлар бар және оны қалай жүзеге асыру жоспарлануда сізде? Енді үлкен жоспарымыз, үлкен қалалардан зауыт ашу мақсаты. Өте жақсы. Тасу емес, сол жақтан ашу мақсатымыз бар, ойларымыз. Жаңа сіздің алдыңызда бір кісілер келіп кетті, ерлі зайыпты. Солар қызығушылық таңдап жасап отырды, ашу мақсатында. Ақтауға ұшып келіп, сіздермен келісіп отырамыз дейді, көруге, базаға. Яғни біз алға қарай шетелдік өнімдерді қолданбаймыз. Мысалға тұрмыстық жағдайда кір жууға, басқа да жуғыш заттарды пайдаланғанда тек қана Маңғыстауда шыққан таза өнімін қолдануға біз мүмкіндік болады екен ғой. Болады. Сізде қазіргі уақытта қанша жұмысшы жұмыс жасайды? Қазіргі таңда Ақтау қаласында 12 жұмысшы. Яғни 12 отбасын сіз жұмыспен қамтамасыз етіп отырсыз және сол жерге өзіңіздің кәсіпкерлермен қатар өзіңіздің жұмысшыларыңызға көмек беріп отырсыз. Өте жақсы. Қуаныштымыз. Армин мырза, рахмет. Біз сізбен кездескенімізге және жыл сайын осы жерде кездесуге біз мүдделіміз. Сондықтан жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Мемлекеттік қолдауды қолданыңыз және соның арқасында өзіңіздің кәсіпорныңызды одан үлкейтуге біз сәттілік тілейміз. Сізге және соны қолдауға дайынбыз. Сау болыңыз. Келгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Фатима Канаевна, добрый день. Добрый. Благодарим вас и вашу компанию за то, что вы участвуете на выставке «Ұлттық өнім». Расскажите, пожалуйста, немного про ваш бизнес, чем вы занимаетесь и из какого региона. Еще раз добрый день. Я хочу сказать, что Маңғыстауская область, город Ақтау, фабрика называется «Жамалай». На этом рынке более 34 года мы уже работаем на этом рынке. И я так думаю, что, наверное, почти все регионы Казахстана знают нас, потому что мы считаемся одним из потенциальных поставщиков спецобуви, спецодежды. Но я хочу предисловие сказать, почему сама вот эта фабрика, от чего. В 1993 году, когда мы официально зарегистрировались, к нам приехали зарубежные специалисты. Они с нами проработали 2-3 года, обучали наших молодых ребят производству. И первая наша ласточка, которую мы произвели, первую продукцию, это была мокасины. И вот 34 года мы работаем на производстве. На сегодняшний день у нас рынок спецобуви, где-то сама мощность этого предприятия, где-то 120 тысяч пар в год мы рассчитано. Мы сейчас, направление у нас идет такое, спецобувь для нефтяников, потому что в нашем регионе в основном 85% это нефтяной город. Мы разделили производство на две линии.
это специальная обувь, и никогда не забываем рынок гражданской обуви. Я вот сегодня вот хочу действительно поблагодарить вот организаторов этой выставки «Улттук буйным» за то, что они организовали эту выставку, за то, что вот показали, насколько наши отечественные товаропроизводители могут производить свою продукцию. Я вчера сделала большой такой анализ. Спецобувь, это в любом случае у нас есть контракты с хорошими нефтяными компаниями, долгосрочные контракты. Но на сегодняшний день вопрос стоит первый о том, что как население свое одеть и обуть. И вчера, проходя вот эту выставку, я поняла, что наше население, наши люди, которые видели нашу продукцию, для них это как бы не то, что ново, а именно они рады, что сам Казахстан, что мы сами можем производить аналогичную европейскую обувь, ничем не хуже. Наша стратегия заключается в том, что не поднимать цены, потому что прожиточный уровень по всем показателям мы стараемся не повышать, чтобы можно было доступно для всех, чтобы они покупали нашу обувь. И после вчерашней выставки у нас такой проект будет. Скорее всего, у нас в этом городе, в Астане, мы откроем фирменный магазин под брендом «Шаркей». Вчера мы сделали опрос, в основном какой акцент обуви. Это детская обувь, спортивная, потому что молодежь в основном все носит, и средний возраст, которые посмотрели нашу обувь и оценили. Спасибо за ответ. Я вижу, вы прям готовились. У меня уже даже почти вопросов не возникает никаких. Единственный вопрос, скажите, пожалуйста, впечатление по выставке и как ваша продукция сейчас продается здесь именно? У нас практически за эти 3 дня осталось там почти сказать можно ничего. Супер. Раскупили, потому что у нас и футболки, и трикотажные изделия, и обувь, и детская обувь, и национальная, все это раскупилось. И мне было приятно, что люди приходили, спрашивали, и даже обратная связь, понимаете, мы, ролики у нас есть, рекламы, прямые связи, страницы на Инстаграм. Мы стараемся любого, говорят же, один клиент, если он удовлетворен твоей продукцией, за ним будет еще 10. Согласен. Первая наша задача – удовлетворить наших потребителей своей качественной продукцией. Это вот наша задача нашего предприятия. Все, спасибо. Мы надеемся, что и в следующих выставках ваша компания также будет участвовать. Желаем, чтобы все ваши предстоящие, которые вы поставили цели, они все исполнились. Спасибо. И благодарим вас еще раз за участие. Рената, добрый день. Добрый. Благодарим вас и вашу компанию за участие на 8-й выставке казахстанских производителей «Улттук буйным». Пожалуйста, расскажите нам, точнее зрителям, про вашу компанию, где вы работаете, чем занимается компания, как называется и из какого региона. Благодарю за то, что вы нас пригласили, за интервью это. Мы называемся, наша компания называется Ria Sepeti. Мы занимаемся пошивом спецодежды. Мы находимся в Мангистауской области, город Актау. Директором нашей компании является Жолдубаева Рима Силовна. Данный вообще предпринимательский путь нашего директора начался с самого маленького кабинета 8 квадратов, где она начала заниматься поставкой не только спецодежды, но она бралась за любые поставки, канцтовары, хозтовары и так далее. С 8 квадратных метров мы расширились сейчас, на сегодняшний день, до производственного цеха. Расскажите нам, пожалуйста, кто ваши клиенты в основном и какую одежду вы для них поставляете? Ну, мы Мангистауская область, вы, наверное, сами знаете, что это нефтяная область. В основном у нас нефтяная отрасль, строительство, медицина и дальше уже клининговые компании. Перед нашим диалогом вы сказали, что вы являетесь менеджером по продажам в компании. Пожалуйста, расскажите зрителям, как вы настраиваете канал продаж, то есть какие каналы продаж на текущий момент у вас имеются? Ну, в основном мы работаем на разных площадках, начиная от тендеров и заканчивая вот просто мы потребительски, то есть если к нам обращаются компании, ИП, и мы уже с ними отрабатываем. Рената, как поддержка фонда Дому повлияла на компанию?
Очень большой вклад вносит поддержка дому. Именно наша Мангостауская область, мы им очень благодарны. Благодаря субсидиям мы развиваемся. Это самое главное. Для нас это не первая выставка, поэтому мы здесь как рыба в воде. И мы за эти 3 дня вообще остались только теплые и воодушевляющие впечатления о данной выставке. Это такая классная площадка, где вот отечественные производители могут развивать свой бизнес и продвигать наше производство. Что ж, а мы со зрителями желаем компании Ria Safety только удачи и успехов. Спасибо. Благодарим Спасибо. вас.